Адам ата алейхиссалам. Алла тағала саналы тіршілік иелерінен алдымен Адам атаны алейхиссалам. Сонан кейін оның серігі Хауананы жаратты. Адам атаның жер бетіне түсірілгенін Құран кәрімнен білеміз. Күллі адамзаттың бабасы, һәм жер бетінің алғашқы халифасы ретінде оның өмір жолы осылай басталды. Осы тұста жер бетінде Адам ата мен Хауанамыздан бұрын өмір сүрген басқа тіршілік иелері болды ма деген көлденең сауал туады. Құран мен хадистерге зер салып, ислам ғұламаларының көзқарастарына үңілсек, олардан да бұрын жер бетінде өмір сүрген тіршілік иелерінің болғандығын сеземіз. Расында, жер бетінде адамға дейін болмысы бөлек тіршілік иелері болған тәрізді. Шамасы, Алла тағала әуелі жындарды жаратқан. Жер бетін мекендеген жындар жанды жансыз тіршілік иелерінің барлығын бір өздері басқарған. Демек, жер бетінде басшылық ету ісі әуелі жындарға тиесілі болған. Құрандағы «Мен жындар мен адам баласын тек қана маған ғибадат етсін деп жараттым» деген аятта да алдымен жындар айтылғанын көреміз. Демек, бұл жоғарыдағы ойымызды растай түседі. Бірақ жындар Хақ тағаланың ұлы аманатын орындай алмаған. Өзін танып, құлшылық қылсын деп жаратқанымен, олар өзара жауласып, өздеріне жүктелген осынау міндеттің үдесінен шыға алмады. Алла тағалаға құлшылық қылудан бас тартып, азғындыққа салынды. Осыдан кейін, Хақ тағала жер бетіндегі күллі тіршіліктің жауапкершілігін өз мойнына алатын жауапты іске оларды лайық көрмеді. Осы себепті Алла тағала жер бетін басқаратын өзгеше әрі ақылды жан иесін жаратуды қалады. Алла тағала жаратуды көздеген тіршілік иесі адам нәсілі еді. Хақ тағала адамды жаратпастан бұрын періштелеріне «Мен жер бетінде бір орынбасар жаратамын» деген кезде, періштелер, онда бұзақылық істеп, қан төгетін біреу жаратасың ба? Негізінде біз сені дәріптеп, мақтауда және пәктеудеміз дейді. Кейбір ғалымдар адамдардың бүлікке, қан төгіске бейім тұратынын, періштелердің сезгенін мына себептермен байланыстыра қараған. Бірінші, алдында айта кеткеніміздей жер бетінде адамнан бұрын жындар тіршілік еткен. Олар да адам тәрізді саналы болмыс еді. Алайда жындар Хақ тағалаға лайық құлшылық қылмай, жер бетінде бір-бірімен жауласып, көп қан төккен болатын. Періштелер Алла тағаланың жын тәрізді тағы бір саналы тіршілік иесін жарататынын естіген сәтте, жаратушының көздеген мақсаты мен хикметін білмегендіктен, олар да жындар тәрізді қан төкпейме деп күдіктерін жасыра алмаған. Сырттай қарағанда періштелер адамның жаратылуына наразылық танытып, қарсылық білдіргендей көрінеді. Шынында солай ма? Әлбетте олай емес. Періштелер Құдай тағаланың нұрдан жаратқан құлдары. Олар пәк жаратылыс болғандықтан Аллаға қарсы келмейді. Олардың бойында адамдікі сияқты нәпсі жоқ. Тіпті адам мен жын тәрізді жынысқа да бөлінбейді. Қашанда жаратушының әмірлерін мүлтіксіз орындайды. Рухани дәрежесі тұрақты. Олар ғибадат барысында рухани ләззат алатын Аллаһтың таңғажайып жаратылысы. Сондықтан да олар онда бұзақылық істеп қан төгетін біреу жаратасың ба деп сұраған еді. Олардың бұл әрекетін Аллаға білдірген қарсылығы деп емес, керісінше адамды жарату сырына үңілгені деп түсіну керек. Өйткені олар жындардың азғын жолға түсіп, қан төккенін көрген соң, дәл солар сияқты біреуді жаратудың мәнісін алғашында түсіне алмаған болатын. Екінші, періштелер өздеріне берілген ілім арқылы адам баласының да жер бетінде қан төгетінін сезбеді. Яғни, Ләухул Махфуздағы адамзат тағдырына қараған болуы мүмкін. Бірақ олар сол адамдардың арасынан пайғамбарлар мен әулиелердің және салихалы кісілер мен тақуа жандардың қалай шығатынын ұқпады. Үшінші, адамға жүрек, ерік, ақыл, сана сезім, ар-ождан секілді көптеген қасиеттермен бірге күндестік, ашу-ыза секілді нәпсіні қоздыратын сезімдер де берілген еді. Осыған орай періштелер адамның жамандыққа бейім тұратынын байқап, қан төгіп бүлік шығармайды ма деген қауіп білдіруі де мүмкін. Алла тағала оларға «Мен сендердің білмегендеріңді жақсы білемін» деген еді.
Періштелер артынша адам атаның ілімі өздерінің ілімінен әлде қайта терең екеніне көздері жеткен соң, оның аспанмен таласқан биіктерді бағындыра алатындығын байқап, өздерінің аз білетіндіктерін мойындағанды. 4. Алла тағаланың періштелермен ақылдасқандай болып, қандай тіршілік иесін жарататыны жөнінде хабар беру арқылы кеңесудің қаншалықты маңызды екендігін сездіріп тұр. Нақтырақ айтсақ, адам баласын кез келген істі өзара ақылдасып, кеңесіп шешуге шақырады. Яғни, ей адам баласы, мен сені жаратарда періштелерге хабар бергенмін. Ендеше сендер де өзара ақылдасып тұрыңдар, сонда адаспайсыңдар дегендей. Осылайша, Алла тағала адам баласын қоғам болып, бір-біріне қол ұшын беріп өмір сүруге үндеуде. Алла тағала ұлы жаратушы. Оның кез келген әміріне пенделер тек мойынсынуы тиіс. Ендеше адам баласы хақ тағаладан пайғамбар арқылы келген әмірді талдамай, талғамай орындауы қажет. Яғни иләһи әмірлерді мынау менің ақылыма сыймай тұр деп қазбалау құлға тән қылық емес. Демек, Алла тағала осы аят арқылы адам баласын өзіне қарсы келмей, әмірін қалтқысыз орындауға шақырғанды. Адам атаның алейхиссалам жаратылуы. Құран кәрімде адамның жаратылуы жөніндегі аяттардың барлығында да Хазірет адамның топырақтан жаратылғандығы айтылады. Ол туралы Құранда Алла тағала сені топырақтан, сосын бір тамшы судан жаратты дейді. Арғы бабамыз жаратылған топырақты ұлы жаратушы адам баласының қияметке дейін ғұмыр кешетін, өзі мекендейтін қара жер бетінен алдыртады. Ол жай ғана топырақ емес, жер бетінің өзегі мен дәнін құрайтын топырақ. Яғни жердің барлық элементтерін қамтыған топырақ. Сондай-ақ Алла тағала Сад сүресінде адамды тікелей өзі құдірет қолымен жаратқандығын айтады. Аяттағы құдірет қолымен жаратуы адамды жалпы жаратылыстан үстем ардақты етіп жаратқандығын білдіреді. Адам атаның жаратылуы Алла тағаланың тікелей мұғжизасы. Құран кәрімде адам атаның жаратылуы Хазірет Исаның жаратылуына ұқсас екендігі білдірілген. Әли Имран сүресінде шын мәнінде Алланың қасында дүниеге келуі тұрғысынан Исаның жағдайы, Исаның Мәриям құрсағында әкесі жаратылуы, топырақтан жаратып, сонан соң бол дегенге бола қалған, әкесіз тіпті анасыз жаратылған адамның жағдайы сияқты делінген. Сонымен қатар Құранда адам атаның алейхиссалам жаратылысы жайлы айтылғанда адамның жаратылысы да баяндалады. Құранда расында біз адамды нағыз сүзілген балшықтан жараттық. Сосын оны шәуеттің бір тамшысы күйінде мықты жерге, ана құрсағына орналастырдық. Сосын ол тамшыны алақаға, жабысқақ ұрықтанған клеткаға, сосын оны мудғаға, бір тістем ет бейнесіндегі жаратылысқа, сосын мудғаны сүйектерге айналдырдық. Сосын сүйектерді етпен қаптадық. Сосын оны басқа бір жаратылыс жасадық. Жан бітіріп сөйлеттік дейді. Яғни бұл аяттан түсінгеніміз адам жаратылысы бірнеше сатылардан тұрады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалям сіздердің әрқайсыларыңыздың жаратылысыңыз әуелі ана жатырында 40 күнде жүзеге асады. Кейіннен ұйыған қанға, одан бір жапырақ етке айналады. Содан кейін барып оған періште жіберіліп жан бітіріледі. Періштеге сәбидің несібесін, ажалын, амалын, бақытсыз я бақытты болатынын тағдырына жазу бұйырылады деген хадисі де бұл аятта айтылған ақиқаттарды құптай түседі. Адам атаға есімдердің үйретілуі. Хақ тағала өзге жаратылысқа қарағанда тұрпаты бөлек, айрықша артықшылықтар беріп жаратқан Хазірет адамға бүкіл заттардың есімдері мен сипаттарын үйретті. Ол жайлы Құран кәрімде былай дейді. Алла адамға, алейхиссалам, барлық атауды үйретті. Сонан соң оларды періштелерге көрсетіп, айтқандарың рас болса, маған осы нәрселердің аттарын айтып беріңдер деді. Періштелер, сен пәксің. Біз сенің үйреткеніңнен басқа білеріміз жоқ. Әрине, сен толық білушісің, өте данасың деді. Осы уақытта ұлы жаратушы,
«Ей адам, оларға бұлардың аттарын баян ет» деді. Сонда Адам алейхиссалам оларға заттардың аттарын айтқан сәтте: «Алла, мен сендерге көктер мен жердің құпиясын, сендердің де көрінеу, көмес істеріңді білемін деп айтпадым ба» деген еді. Осы аяттарда баяндалғандай, періштеге қарағанда адам баласының деңгейінің жоғары тұратынын көреміз. Себебі адамның ең ұлы міндеті Алланы танып білу. Осы аяттарда баяндалғандай, періштеге қарағанда адам баласының деңгейінің жоғары тұратынын көреміз. Себебі адамның ең ұлы міндеті Алланы танып білу. Осылайша, Алла тағала періштелерге қарағанда адамға мол ілім беріп, мәртебесін жоғары етіп жарату арқылы оның халифалыққа лайықты бірден-бір жаратылыс иесі екендігін аңдатады. Әлбетте адам баласы ілімімен былайғы жаратылыстан үстем. Адам баласының халифа деген атқа лайықты болуының басты шарты ілімді меңгеріп пайдасына жаратуы. Міне сонда ғана адам баласы Алла тағаланың үкімдері мен шариғат шеңберінен шықпай өмір сүре алады. Ал періштелерде мұндай қабілет пен қасиет жоқ. Негізінде адам білген жаратылыс құпиясының шет жағасын періштелер де білетін. Алайда адамның мерейі олардан бәрібір үстем. Мұның себебі періштелерге қарағанда есімдерді көбірек біледі. Һәм ғаламзат пен Хақ тағаланың барлық есімдерінің ақиқатына бойлай алады. Ол жұмыр жердің бірден-бір халифасы. Халифалықтың шарты тек қана құлшылық етумен және күнәлардан сақтанумен шектелсе, жер бетіне періштелер әлде қашан халифа болар еді ғой. Сонымен қатар Алла тағаланың Хазірет адамды жер бетіне халифа етіп тағайындауына оның өзге жаратылыс иелерінен үстем ететін 4 артықшылыққа ие болуы себеп болды. Бірінші, оны Алла тағаланың өз құдірет қолымен жаратуы. Екінші, адамға Алла тағаланың бізге беймәлім өз рухынан үрлеп жан бітіруі. Үшінші, Хақ тағаланың күллі періштеге оған сәжде етуге әмір беруі. Төртінші, Хақ тағаланың оған барлық есімдерді үйретуі. Хазірет адамға сәжде ету. Хазірет адам атаның періштелерден қандай қасиетімен, ерекшеліктерімен үстем түсетінін білдік. Оның осы үстемдігін паш ету үшін Алла тағала періштелерге адамға сәжде етіңдер деп бұйырды. Сәжде ету сөзі араб тілінде кішіпейілділік танытып, бас ию мағынасына саяды. Шариғаттық терминде маңдайды жерге қойып, құлшылық ету деген ұғымды білдіреді. Сол себепті ғұламалар бұл жердегі сәжде ету адам атаны мойындау, оған құрмет білдіру арқылы Хақ тағалаға құлшылық қылу деп түсіндірген. Негізінде бұл сәжде Хазірет адамға емес, Хақ тағаланың бұйрығына әрі адам секілді ең ғажайып мақұлықты жаратқан, оның құдіреті мен теңдессіз шеберлігіне жасалған сәжде еді. Періштелердің адам атаға сәжде етіп құрмет көрсетуінде үлкен мән бар. Періштелер иләхи әмірді орындау арқылы жер бетіне халифа болған адамға бұдан кейін қызмет етіп жәрдемдесетіндіктерін көрсеткен еді. Яғни Алла тағала күллі ғаламзатты адамға бағынышты етті. Барлығы да адамға қызмет етуі тиіс болды. Осының бір белгісі ретінде жалпы ғаламзаттың атынан періштелер оған бағынғандығын көрсеткенді. Һәм күллі мұсылман Хақ тағалаға құлшылық қылады. 5 уақыт намаз тілін калимаға келтіргендерге парыз. Намазды құблаға, қағбаға қарап оқиды. Қағбадан басқа бағытқа қарап намаз оқығанның намазы қабыл болмайды. Қажылықта миллиондаған мұсылман қағбаны тауап еткенімен қоймай, соған сәжде қып жатады. Сөйтсе де бұл мұсылмандардың қағбаға сәжде еткенін білдірмейді. Мұсылмандар қағбаның алдында оған емес, Хақ тағалаға сәжде қылады. Қағба мұсылманның Хақ тағалаға сәжде қылар құбласы болса, періштелердің құбласы Хазірет адам болды. Іблістің сәждеден бас тартуы. Хақ тағаланың адамға сәжде ету жөніндегі әміріне барлық періштелер мойынсұнды. Тек Ібліс ғана бас тартқан еді. Құран кәрімде Алла тағала: «Эй, Ібліс, менің бұйрығыма құлақ аспай, адамға сәжде етуіңе не бөгет болды?» деді.
Ол: «Мені оттан, оны топырақтан жараттың. Мен әлбетте одан қайырлымын, артықпын. Қалай оған сәжде етпекпін? Менен артық жаратылыс бар ма?» деп тәкаппарланды. Өзінің қатесін түсініп, тәубеге келудің орнына ішін өрт шалған ібіліс: «Мен одан артықпын. Мені оттан, оны балшықтан жараттың. Балшықтан жаратқаныңа сәжде қыламын ба?» деп одан сайын кергіді. Өйткені ол өзін ең ардақты жаратылыспын деп білетін. Осылайша ібіліс өзінің бағын байлап, өз жолын кесті. Оның бұл әрекеті Алланың рахымынан қуылуына себеп болды. Өйткені ол таяз санасымен шынайы сырды көре алмады. Өз сезімдеріне беріліп, нәпсісінің жетегінде Алланың әміріне құлақ аспай, өзінен жаратылысы бөлек адамды Алланың періштелерінен де, өзінің болмысынан да артық қойып, әспеттегенін көтере алмады. Хазірет адамға сәжде жасау бұйрығы тек шайтанның өзіне ғана емес, оның нәсіліне де қатысты еді. Белгілі уақытқа дейін мұрсат сұраған шайтан қателігін мойындап, тәубеге келмеді. Құранда ібілістің алаулап тұрған түтінсіз оттан жаратылғандығы айтылады. Ендеше ол періште емес, періштелер нұрдан жаратылған. Ібіліс жер бетінде адамнан бұрын өмір сүріп жатқан жындар нәсілінен еді. Ол алғашында жер бетінде өмір сүрген, кейін дәрежесі көтеріліп, періштелердің өзі қызығатын биікке жетті. Кейбір әлсіз деректерде ол бұрын жер бетінде өмір сүрген жын ретінде сипатталады. Тақуалығы сонша, жер бетінде ол табан тіреп, құлшылық қылмаған тоқымдай жер қалмаған. Кейін көкке көтеріліп періштелердің ұстазы болған. Ол ұзақ жылдар бойы періштелердің арасында болды. Олармен бірге хаққа үзбей құлшылық етіп келді. Алла тағала жалпы көктер мен жердегі періштелерге сәжде ету әмірін берген кезде, ол да солардың арасында болғандықтан, әмір оған да тікелей қатысты еді. Бірақ бұл әмір ібіліске түрпідей тиді. Оның өзіндік сыры бар. Өйткені Алла тағала Хазірет адамға сәжде ету әмірін бергенге дейінгі бұйрықтарды орындау ібіліске ауыр еместі. Оның осы уақытқа дейін қарсылық көрсетпей келуі, барлық сынақтар ібілістің өз қалауына сәйкес түсіп отыратындығынан болатын. Ендеше, адамның тікелей бас пайдасы мен нәпсісіне сәйкес келген әмірлерді орындау хақ тағаланың разылығы үшін жасалған істер деп айта қою қиын. Ендеше, адамның тікелей бас пайдасы мен нәпсісіне сәйкес келген әмірлерді орындау хақ тағаланың разылығы үшін жасалған істер деп айта қою қиын. Өйткені ұлы жаратушының әміріне өз нәпсісінің қалауына сәйкес келген жағдайда ғана мойынсұнған жанды Алла тағалаға бағынды ма әлде өзінің нәпсісіне бағынды ма, ол жағын парықтау қиын. Сондықтан Хазірет адамға сәжде ету әмірі періштелермен қоса ібіліске де арналған сынақ еді. Осы кезде ғана ібіліс өзінің шынайы бет-бейнесін жылдар бойы ішке бүккен тәкаппарлығы мен менмендігін көрсетіп алды. Сонда ғана періштелер жандарында жүрген ібілістің қандай екендігін байқады. Ібілістің бұл жердегі қарсылығы қызғаныштан туды. Ол өзін адамнан үстем санады. Өйткені адам жаратылмай тұрғанда жер бетінде, бәлкім ғаламзатта Алла тағаланың сынағының сырына бойлап, оны таныту жындардың міндеті болатын. Ібіліс Алланың әміріне бағынып, құлшылық қылып, талай сынақтан сүрінбей өтті. Күллі әлемнің ұстазына айналды. Алланың хикметі шексіз. Қалаған құлын, қалаған сәтте сынайды. Бұлай дейтініміз, көп ұзамай хақ тағала Хазірет адамды жаратты. Оны бәрінен де тіпті жындардан да үстем етті. Оның үстемдігін мойындаудың жалғыз-ақ шарты оған бағынып, сәжде ету. Алланың әмірі осы. Тіпті жындарға да адамға бағынуға тура келді. Олар осыдан кейін өздерін екінші орынға ысырылып қалғандай сезінді. Бұған төзбеген ібіліс ақыры тура жолдан тайқып шыға келді. Ішіне от түсіп, қызғаныштан тұла бойы өртенді. Оның осы ішіне қыл айналмайтын қызғанышы ақыры оны Алла тағалаға қарсы шығуға дейін апарды. Өйткені ол өзінен басқа ешкімнің үстем болғанын қаламады. Сондықтан да ол өзінің оттан,
ал адамның топрақтан жаратылғандығын айтып, тәкаппарланды. Адамға сәжде ету әмірі келгенде, нәпсісі кері тартып, аяғынан шалды. Осы сәтте оған екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Бірі Алла тағаланың әміріне мойын сұну, екіншісі нәпсісінің қалауынан шықпау. Ол өз нәпсісін жеңе алмаса, жаһаннамның мәңгілік азабына баратынын біле тұра, Хақ тағаланың әмірін тәрк етті. Міне осы сәттен бастап, оның жылдар бойы, бәлкім ғасырлар бойы Хақ тағала жолында еткен құлшылығы зая кетті. Яғни әу бастан жүрегінің түкпірінде қыбыр етпей жатқан жемтік құрт, жегі құртқа айналып, мезгілі келгенде қара шұбар улы жыландай көкірегін жарып шықты. Асылында іблістің бұл әрекеті адамдарға ғибрат болмақ. Яғни Алла тағаланың сынағы тек қана күнәлар арқылы емес, өмірдің әр түрлі кезеңімен хал ахуалдары арқылы да көрініс табады. Мысалы, бұрынырақта бір асқан тақуа дін ғұламасы өмір сүріпті. Елге көп көмегі тиіп, қаншама жандардың тура жолға түсуіне себепкерлік етеді. Бар өмірін қажымай талмай дін таратуға арнапты. Елдің барлығы білмегенін осы кісіден келіп сұрайды екен. Күндердің күнінде одан да тақуа адамдар пайда болыпты. Ол тіпті бұрынғы ғұламаның қателіктерін таба бастайды. Елдің назары енді жаңа ғалымдарға ауады. Бұдан кейін жиын тойдың барлығында ел солардың аузына қарайды. Осы кезде әлгі тақуа ғұламаның ішіне қызғаныш құрты түседі. Ақыры әлгілерді көре алмай күндеп, олардың қателігін табу үшін шариғат заңына қарсы келуге дейін барады. Бар мақсаты өзінікін дұрыстау, өзінің беделін қайта жинаудың жолында дінге қалай қайшы келгенін білмейді қалады. Бара-бара діннен де шығып қалады. Әхлі кітапта осылай болғанды. Олар Алла елшісін өте жақсы танитын, бірақ әрине, иманға келудің жөні бір бөлекте, оны танудың жөні бір бөлек. Олар танып білгендермен қызғаныш пен күншілдіктері иманға келуіне кедергі келтіреді. Міне, ібліс те жаһаннамға кететінін біле тұра, қызғаныштың қызыл итіне таланып, ашуын ақылға жеңдіре алмай, мен адамнан артықпын деп, өзін жаратқан Хақ тағалаға қарсы шықты. Атап айтқанда, ібліс мынандай үлкен қателіктер жіберді. Бірінші, ібліс ең алдымен өзінің міндетінің құлшылық пен мойынсыну екендігін, осы екі міндеттің негізі кішіпейілділікте жатқанын біле алмай, Хақ тағалаға өрескел түрде қарсы шықты. Екінші, Алла тағаланың адамға сәжде ет деген әмірі оған міндетті бола тұра, осыны орындауға оның нәпсісі жар бермей, өзінің оттан, ал адамның топырақтан жаратылғанын, өзінің одан үстем екендігін дәлелдеуге тырысты. Осы тырнақтың кіріндей уәжін алға тартып, адамға тағзым етуден қашты. Алланың әміріне қарсы келіп, алғаш рет оңбай адасқан да осы ібліс болды. Үшінші, іблістің мені оттан, адамды балшықтан жараттың дегені дұрыс, бірақ осы дұрыс үкімді айта отырып, от пен топырақты салыстыра келе, отты топырақтан артық деп қате топшылауға барды. Яғни ол бір жағынан Алланың жаратушы екендігін мойындаса, екінші жағынан менмендігі мен тәкаппарлығын жеңе алмай, назарын түгелдей жаратылған затқа аударып, ерекшеліктің барлығын соған үйіп төкті. Бірақ ол Алла тағаланың адамды жаратудағы мақсатын қаперіне де ілмеді. Оны жерге халифа етіп жаратқан соң, заттардың атауларын, мәні мен мағынасын үйрету арқылы, адамға өзгеше бір ерекшелік берілгендігін көргісі келмеді. Яғни ол адамда топырақ, өзінде оттан басқа ешқандай ерекшелік жоқ деп ойлады. Осылайша, тіріден өліні, өліден тіріні шығарған және де затқа әр түрлі ерекшеліктер беретін Алла тағаланы тым тар түсінікпен шектеген. Яғни Алла тағала топыраққа ешқандай ерекшелік бере алмады. Ол сол күйі топырақ болып қала берді деп ойлаған. Алайда топырақ пен отқа өзіне тән ерекшеліктерді кімнің бергенін
парықтай алмаған. Шынтуайтында отқа қарағанда топырақтың ерекшелігі басым. Себебі топырақ өмірдің қайнар көзі, барлық тіршілік топырақтан өрбейді. Сондықтан топырақта Алла тағаланың теңдессіз жаратуы, толассыз ризық беруші, шексіз шебер сияқты есімдері мен сипаттары көрініс тапқан. Яғни топырақ ұлы жаратушының сансыз көркем есімдері мен сипаттарының айнасы іспетті. Ібліс осы тәкаппарлығынан хақ тағаланың қаһарына ұшырады. Сөйтіп шайтан хақ тағаланың ендеше дереу ол жерден түс, сенің ол жерде тәкаппарланып паңдануыңа жол жоқ. Қанекей тез шық. Сөзсіз, сен малғұндардансың деген сөзімен рахметінен қағылды. Өзін оттан жаралғанмын және осы шыққан биік мәртебемнен түспеймін деп ойлаған ібліс, бір сәтте барлық абыройдан жұрдай болып, масқара күй кешті. Алла тағаланың қаһарына ұшыраған ібліс өзінің өмірде түкке тұрмайтындығын сол сәтте түсініп, жоқтыққа жұтылудан қорқып, қорлықпен болса да өмір сүруді қалап, маған қайта тірілетін күнге дейін мұрсат бер деп, Алла тағаладан қиямет күніне дейін өмір сұрады. Алла тағала, сен мұрсат берілгендердің қатарындасың деді. Ібліс, тәубе мен шүкіршілік етіп азаттыққа жетудің жолдарын іздеудің орнына, ендеше сен мені қаңғыртып, адасуға душар еткенің үшін, мен де олардың тура жолға түсуіне барынша бөгет жасаймын. Олардың алдынан, артынан, оңынан, солынан келіп азғырамын. Сөйтіп, сен олардың үркердей тобын ғана, өзіңе шүкір еткендердің қатарынан табасың деп, адамға деген жауыздығы мен жаулығын іске асыруға кірісті. Шайтан адам баласын саңылау қалдырмай қамап ұстап, қарғадым жерін қараңғы түнекке айналдыруға тырысады. Шайтан кейде адамның алдынан келіп, оның алға ұмтылысын, болашаққа деген сенімін жоғалтып, ақыретке деген талпынысын ойрандайды. Ібліс тәубе етудің орнына тәкаппарланып, хақ тағаланың халифа етіп жаратқан адам баласын азғыруға, жолдан тайдыруға барынша күш салатындығын айтты. Міне осы кезде ол хақ тағаланың рахмынан жұрдай болмақ. Өйткені Алла тағала алғаш рет оған шық деген әмірінде мәңгілік қуылу мағынасы жоқ еді. Екінші рет айтылғанда бір жолата қуылып, мәңгілік азапқа душар болды. Міне, ібліс содан бері әлі күнге дейін адам баласын азғырумен келеді. Әсіресе қияметке жақын қалған мына заманда ібліс жер бетіне патшалығын құрып, өзіне берілген мұрсаттың бітуге таяп, мәңгілік азаптың құшағына енуге санаулы жылдар қалғанын сезіп, бәлкім бұрынғыдан да бетер ашу-ызаға булығып, жер бетін дүрліктіріп, адам баласын жаппай азғырып жатқан шығар. Ендеше адамдар еркіне ие болып, ібліс құлаған биік шыңнан құлдыйламас үшін өзіне берілген нығметтерге шүкіршілік қылып, ібліске аңдаусыз еріп кетуден сақ болуы тиіс. Һәм адам баласы мынаны есте тұтқаны жөн. Іблістің бұл сорақы әрекетін жөн көріп, өзінікін дұрыс санаған адам шайтанның соқпағына қалай түсіп кеткенін байқамай қалады. Сол себепті сөзсіз түбіне жетпей қоймайтын қыңыр мінез қисық әрекеттен арылып, өзін жөнге салғаны дұрыс. Хауананың жаратылуы. Хауана, алғашқы адам, әрі алғашқы пайғамбар адам атаның өмірлік серігі. Құранда Хауананың жаратылуы туралы былай делінеді: сендерді бір кісіден, адам атадан жаратқан және одан оның жұбайын Хауананы жаратқан Алла тағала. Ей адам баласы, сендерді бір кісіден, адам атадан жаратқан және одан оның жұбайын Хауананы жаратып, ол екеуінен қисапсыз ер әйелді жаратқан Раббыларыңнан қорқыңдар. Яғни, әуелі адам ата, сосын Хауананың жаратылғандығын көреміз. Сондай-ақ, Хауананың қалай жаратылғандығына қатысты ислам ғұламаларының көзқарасы әр алуан болып келеді. Кейбірі одан оның жұбайын Хауананы жаратқан Алла тағала деген аталмыш аятқа сүйеніп, Хауананың адам атаның денесінен жаратылғандығын айтады. Мәселен, Ибн Касирдің тәпсірінде былай делінген: адам ата жәннатта бірталай уақыт жалғыз өзі өмір сүреді.
ол өзін жалғыз сезініп, рухы құлазиды. Бір күні ұйқыға жатып қайта оянғанда, алдында Алла тағаланың оның қабырғасынан жаратқан әйел затын көреді. Одан, сен кімсің деп сұрайды. Ол, әйелімін деп жауап береді. Адам, не үшін жаратылдың дейді. Хауана, сенімен тұру үшін дейді. Осы кезде періштелер келіп адам атадан сұрай бастайды. Адам ата оның Хауана екендігін айтады. Періштелер неге оған Хауана деген ат берілген деп сұрайды. Өйткені ол тірі нәрседен жаратылды деп жауап берген еді. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, әй мүміндер, бір-біріңе әйел заты туралы қайырлы болып, нәзік қарым-қатынас жасауды өсиет етіңдер, өйткені олар қабырғадан жаратылған. Ал қабырға сүйегінің ең иілген жері жоғарғы жағы. Егер де оны туралауға тырыссаңдар, сындырасыңдар, тиіспесеңдер, ол үнемі солай қалады. Сондықтан да әйел заты туралы бір-біріңе нәзік қарым-қатынас жасауды өсиет етіңдер. Мүслимнің риуаятында оны түзеуге тырыссаң, сындырасың, ал оның сынуы талақ болғаны деген ахад хадисті кездестіреміз. Келесі бір көзқарас Құран кәрімдегі одан әйелді жаратты деген аяттың мағынасы әйелді адам табиғатынан жаратты дегенді білдіреді. Ал аталмыш хадистегі қабырғадан деген сөзден әйел затының қабырға сияқты нәзік жан екендігі меңзелген. Қабырға сөзі астарлы мағынада айтылған делінген. Әйтсе де, Алла тағала әйел затын қаласа топырақтан, қаласа еркектің қабырғасынан да жаратуға құдіретті екендігіне күмән жоқ. Қалай болмасын, Хақ тағаланың адам атаны жалғыздықтан құтқарып, әрі оның ұрпағын жер бетінде көбейту мақсатымен оған өмірлік жолдас етіп, сондай-ақ әйел ретінде Хазірет Хауананы жаратқандығына толықтай иланамыз. Бұл туралы Құранда, сендерді өз табиғаттарыңа үйлестіріп, өз қастарыңнан әйел жынысын жаратқаны да, оларға тіршілік ләззәті етіп, сүйіспеншілік, мейірім бергені де ұлылықтың белгісі дейді. Жәннатқа кіру. Ұлы жаратушы адам мен Хауананы жәннаттың төріне оздырған кезде, оларға, әй адам, жұбайыңмен жәннатқа жайғасып, қалағандарыңша жеңдер деді. Хақ тағала оларға сол жерде ешқандай аштық пен шөл қасіретін тартпай, жалаңаш қалмай, қысқасы ешбір қиыншылық көрмейтіндіктерін білдірді. Адам мен Хауана жәннатта емін-еркін жүріп, әр түрлі нығметтердің дәмін татып, тамашалайды. Алайда Хақ тағала бұларға жәннаттың барлық жемістерін жеуге рұқсат бергенімен, мына ағашқа жоламаңдар, онда жазықтылардан боласыңдар деп, бір ағаштың жемісін жеуге тыйым салды. Бұл әмірді аттаған адам өкінішпен бармақ тістейтіндіктен, адам ата мен Хауанаға сол ағашқа жақындасаңдар, залымдардан боласыңдар деп қатаң ескерткен. Міне, адам мен Хауанаға берілген бұл әмір олардың ең алғашқы сынағы еді. Өйткені Алла тағала оларды жәннатқа кіргізген кезде екеуінің ең үлкен дұшпаны шайтан екендігін, ол кез келген уақытта өздерін арбап алдайтындығын, жүрекке бойлап азғыратындығын алдын ала айтып ескерту жасаған. Сол себепті олар Құдай тағаланың осы бір тыйым салған ағашына жақындамай, бойларын аулақ салып, Алланың әміріне қарсы келуден сақтануы тиісті еді. Ал шайтан болса барлық күш-жігермен қайратын сарп етіп, оларды тыйым салынған ағашқа жақындатып, тіпті жемісін жегізіп, ұлы жаратушының бұйрығына қайшы әрекетке итермеледі. Мәңгілік ғұмыр кешу, адам баласының ең үлкен арманы. Ібліс, Хазірет адамды саған түгесілмейтін, бітпейтін патшалық көрсетейін бе деп алдаған. Мәңгілік өмір сүру адамның болмысында болғаны тәрізді, түгесілмейтін патшалыққа иелік ету де адамның болмысында бар. Жалпы адамды Хақ тағала жер бетіне халифа етіп жаратты. Ал халифалықтың міндеті жер бетін басқару. Билік адамның ең осал тұсы. Адамның менмендігі мен өзімшілдігінде де осы сезім бар. Сондықтан ол осы өзімшілдігіне бой алдырса, ешкімді көз келмей кетеді. Бұндай адамдардың қолына билік бір тисе, сол арқылы өзін өзгеден үстем көріп, билеп төстегісі келеді. Адам ешқашан билікке тоймайды. Билікті көксеген адам қол жеткізген биігін місе тұтпай, шыңды бағындырсам дейді.
Ең жоғары билікке қолы жетсе, сол билікті ешкімге бергісі келмейді. Мәңгі бақи сол тақта отырғысы келеді. Мәңгілік өмір сүруді қалайтын адам патшалығының да мәңгілік болуын қалайды. Ол бұл жолда еш нәрседен тайынбайды. Тарихта тақ үшін өз баласында құрбан еткен билеушілер де аз емес. Бірақ адамның бәрі осындай ма? Әлбетте олай емес. Адамға билікке құштарлық Алла тағаланың таныту жолында пайдалану үшін берілген. Адамның бойында менмендік бар. Ол сол өзімшілдікті ұлы жаратушы үшін құрбан етіп шалуы тиіс. Сонда ғана жұмыр басты пенде тәкаппарлықтан айығады. Міне Хазірет адам осы билік дейтін алапат күштің қатерлі сәтінен аман қала алмайды. Ол шамасы халифалық міндетті мәңгілік атқарғысы келген. Ібліс оның осы осал тұсынан ұстайды. Негізінде оның да бойында осындай сезім бар. Ол әуелі адам жаратылмай тұрғанда саналы жандардың ішінен жалғыз өзі қара үзіп шығып, асқан тақуа танып, періштеліктің жоғарғы шыңына жеткен. Ол осы лауазымның бәріне нәпсілік үстемдікпен қараған. Менде ғана болса деген өзімшілдігі Хазірет адамның өзінен жоғары тұруын қаламады. Биліктің бас айналдырар ұшар шыңынан айырылғысы келмеді. Ол халифалық биліктің адамда болуын көтере алмады. Жоғары лауазымы оны тәкаппарлыққа ұрындырды. Екіншіден, оның бойында да мәңгілік өмір сүруге деген сезім бар. Оның маған олардың қайта тірілетін күніне дейін мұрсат бер деуі осыны көрсетеді. Кейін жер бетіне түскен шайтан қияметке дейінгі Хазірет адамның нәсілін осы осал тұсынан ұстап, бір-біріне айдап салған еді. Жердегі адамдардың бір-бірімен билік үшін қырық пышақ болып қырқысуы, бірінің жерін бірі жаулап алуы, тағы да басқасы бәрі де соның белгісі. Адам мен Хауанаға тыйым салынған ағаштың қандай ағаш екендігі нақты айтылмаған. Ислам ғұламалары арасында ол туралы нәсіл ұрпақ, бидай жүзім, немесе інжір ағашы деген көзқарастар бар. Десе де нақтысын білмейміз. Өйткені Алла тағала ол ағаштың есімін бізге нақты айтпаған. Хақ тағала жұмақта адам атаға үлкен ерік нығметін берумен қатар шағын тыйым да қойған еді. Егер бұл тыйымға құлақ аспаған жағдайда өздеріңе зұлымдық жасағандардан боласыңдар делінген еді. Мұндағы мақсат жұмақта бұл ағашты жеу емес, өмірінде тәртіпке бас идіру еді. Сонымен қатар бұл ағашты нәсіл дейтін болсақ, ерлі-зайыптылардың ең осал тұсы да осы нәсіл мәселесі екені рас. Шаңырағым шайқалмаса екен, ұрпағым мәңгілік жалғасса екен деу отбасының негізгі мәселесі. Шамасы әурат жерлерінің ашылуы да осы мағынаны қуаттайды. Яғни шайтан адам ата мен Хауананы жаннаттан шығару жолын іздеген. Оның ұрпағының да болатынын білген. Сол себепті шайтан ол екеуінің ұрпақтары тез арада болғанын қалаған. Өйткені жаннат бала шаға бағып, ризық іздеп, бейнет тартатын жер емес. Негізінде аяттағы шәжара деген сөз де қазақ тіліне шежіре болып енген. Шежіре ұрпақ деген ұғым. Ұрпақ жетілдіру ата-ана үшін ауыр сынақ. Ендеше сол сынақ жаннатта емес, жер бетінде болуы тиіс еді. Тәубе. Адам ата мен Хауана Іблістің азғырғанына алданып, тыйым салынған ағаш жемісін ауызға салуы мұң екен, екеуінің әбүйірі ашылып, үлкен қате жасағандарын аңғарды. Екеуі дереу жаннат жапырақтарынан үстеріне жапсыра бастады. Хазірет адам мен Хауана шайтанның ант еткеніне алданып, оның өздеріне деген дұшпандығын және сол жолда неден болса да тайынбайтынын естен шығарып алды. Сонда Алла тағала оларға: мен екеуіңе де бұл ағашқа жақындауға тыйым салған жоқ бедім. Шайтан сендердің қас жауларың деген жоқ бедім дейді. Алла тағала осылайша шайтанның сөзіне ерген үшін сөгіп, ескерту жасайды. Осы кезде адам ата мен Хауана дереу жаза басып, жазықты болғанын түсініп: ей Раббымыз, екеуімізде нәпсімізге зұлымдық жасадық.
егер сен бізге кешірім етіп рахым қылмасаң, біз қасіретке ұшырағандардан боламыз деп тәубесіне келді. Ерекше мейірімді Алла тағала да олардың бұл тәубесін қабыл етті. Хазірет адамның осы кешірім тілеп, шынайы тәубеге келуі Алла тағаланың шарапатының шексіз екендігі. Адамның және іблістің іс-әрекеті арасында қаншалықты айырмашылық бар екенін көрсетіп берді. Ғалымдар адамның 5 нәрсемен қуанышқа бөленгенін айтады. Әмірге қарсы келуін мойындау, пұшайман болу, нәпсісінен жеру, тәубеге ұмтылу, рахымдылықтан үмітін үзбеу. Іблісте 5 нәрсемен бақытсыз күйге душар болды, күнәсін мойындамады, тіпті өкінбеді. Өзім білермендікке салынып, Алла тағаланы кінәлат және рахымдылықтан үмітін үзді. Іблістің тыйым салған ағаштың жемісін қайткен күнде де жегізуді көздеген ниеті Адам ата мен Хауананы Алла тағалаға қарсы айдап салып, жәннатқа жолатпау еді. Сонда олар дәл өзі тәрізді қуылып, мәңгілік қасіреттің құшағында тұншығады деп ойлады. Алайда ол Алла тағаланың шексіз рахым иесі екенін ұмытқанды. Ібліс олардың жасаған қателіктеріне тәубе ету арқылы азаптан құтылатындықтарын ойламаған. Негізінде ол тәубе еткендерін білгенде адамдарға жақындамайтын деді. Оның мақсаты адамдарды күнәға сүйреу арқылы жүректеріндегі иманын жою. Бірақ олар шынайы тәубе етіп, жасаған күнәләрін жуып шайған заматта шайтан оңбай жеңілді, әрі ашуға ерік беріп, қасарысқан үстіне қасарысып, кескілескен жау болуға ант ішті. Хазірет Адам мен Хауананың жәннаттан қуылуы. Алла тағала, егер олар шайтанға алданып, өзінің алдында қарабет болса, оларды жәннаттан шығарып жер бетіне түсіретіндігін ескерткен болатын. Сондықтан да олар жасаған жаңсақтықтары үшін жәннаттан шығып жер бетіне түседі. Бұдан кейін олардың жаңа өмірі басталды. Қияметке дейін адам баласы жер бетінде ажалы жеткенше ғұмыр кешіп, берілген ырыс нығметтерден пайдаланып, мезгілі жеткенде бұл өмірден көшіп кететін еді. Бірақ бұл өлім мәңгілік жоғалу емес. Ақырында қайта тіріліп, дүниеде жасаған амалдарына жауап беріп, жақсылық үшін сый-сияпат көріп, жамандық үшін азапқа тартылатын еді. Жаратушы жаппар иенің хикметі осыны қажет етті. Алла тағала Хазірет Адам мен Хауананы және шайтанды да жерге түсірген кезде бір-бірлеріңе дұшпан болып, жер бетіне түсіңдер дегенді. Ендеше қияметке дейін шайтан мен адам баласы бір-бірімен күресіп өтеді. Ібліс және оның нөкері бар айла амалын қолданып, адам ұрпақтарын адастыруға тырысады. Адамның жаратылысында осал тұстары бар. Ол ұмыту, сабыр сақтамау, сезімге тез берілу, ашулану тағы да басқа. Міне, шайтан адамның осы ұрымтал жерлерін жақсы білді. Бұл жағынан келгенде, адам баласы тез алданғышақ. Дегенмен де, Хақ тағала адам баласын дұшпанға қарсы қарусыз қалдырмады. Алла тағала әу баста оларды жәннаттан түсірген кезде былай деген: дүниеде адамдарға тура жол жіберемін. Бұл тура жол ақиқат діндер мен пайғамбарлар. Кім осы тура жолмен жүрсе, оны адастырмаймын, әрі күпірден де аулақ етем. Олар үшін ешқандай қорқыныш пен қайғы жоқ. Ақырында мәңгілік жаннатқа барады. Кім-дегім тура жолдан тайып, шайтанға ілессе, ол дүниеде де, ақыретте де қасірет шегеді. Мен оларды мәңгілік жаһаннамға тастаймын. Яғни адам баласын Хақ тағала ардақтап жаратып, жер бетіне халифа етті. Ақыл мен жүрек берді. Оған қарсы келген шайтанға төтеп беру үшін пайғамбарлар арқылы тура жол сілтеді. Адам ата мен Хауана арқылы басталған сынақ қияметке дейін жалғаспақ. Тыйым салған ағаштың жемісінен жеу. Христиандар Адам ата мен Хауананың ағашқа қол созғанын үлкен күнә санап, сол күнә дүниеге келген әрбір нәрестенің бойында қалып, қияметке дейін жалғасады деп түсінеді.
Алайда бұл ұлы жаратушының адамзатты жарату хикметіне сай келмейді. Өйткені жаппар ие адам баласын өзін танып, тек өзіне ғана құлшылық қылсын деп сынау үшін жаратқан. Ақырында ізгі амал жасағандарға сый-сияпат, жамандық істегендерге азап беріледі. Ендеше исламда біреудің күнәсін біреу көтермейді. Яғни, әкесінің күнәсін баласы көтермейді. Өйткені әкесі күнә жасаса, оны өз еркімен жасайды. Біреу қылмыс жасаса, жазасын басқалар өтеуге тиіс емес. Бұл иләһи әділдік. Ендеше Хақ Тағала не үшін біреудің күнәсін өзгенің мойнына іліп, оны жазаға тартуы тиіс? Алла Тағала бұндай әділетсіздіктен мүлде ада һәм пәк. Мәселенің назар аударатын тағы бір жағы. Хазірет Адам атаның бұл әрекетін күнәға жатқызуға бола ма? Ол пайғамбар емес пе еді? Пайғамбарлардың негізгі ерекшеліктерінің бірі пайғамбарлықтан бұрын да, кейін де күнәдан пәк болу емес пе еді? Олай болса, олардың жіберіп алған кейбір ұсақ жаңсақтары дінімізде зәллә деп аталады. Зәллә деп аталатын осы болмашы ұсақ жаңсақтар пайғамбарлардың дәрежелері мен жағдайларына қарай орын алады. Зәллә деп аталатын осы болмашы ұсақ жаңсақтар пайғамбарлардың дәрежелері мен жағдайларына қарай орын алады. Пайғамбарлардың осы ұсақ жаңсақтарын тырнақ астынан кіріздеушілер кешірілмес күнә етіп көрсетуге ұмтылады. Алайда қарапайым адамдар мұны жаңсақ ұғып, қате жормау тиіс. Пайғамбарлар Алла Тағалаға өзгелерден әлдеқайда жақын болғандықтан, ізгі істерінің өзіне көңілі толмаса, өздерін жазғырып, өкініштен өзегі өртеніп, осының өзін қателік санаған. Сондықтан да олардың дәрежесіне қатысты осы ұсақ жаңсақтарды ағаттық деп қараудың өзі үлкен қателікке жатады. Құран кәрім Адам ата туралы. Адам Раббысына қарсы келіп, жолынан адасты. Сосын Раббысы оны таңдап, тәубесін қабыл етті де, оған тура жолды көрсетті дейді. Адам ата өзін сүрінбей жатып сүрінуден қорғап қалған Раббысына бет бұрып, тәубеге келген еді. Бұл зәллә, яғни ұсақ жаңсақтық еді. Адам ата мен Хауана Алла Тағаланың тыйымын ұмытып кетіп, осындай ағат қадамға барды. Ұмыту пенделіктің белгісі. Алла Тағала ұмытты деу арқылы Адам ата туралы жаман ойлауымызға жол бермей, артынша оның тәубеге келгендігін айтады. Аятта Адам ата мен Хауа анамызға жеміске жақындамау жөнінде әмір берілген соң, нақты қанша уақыт өткені бір Алладан өзге ешкімге белгісіз. Ең анығы, Адам ата осы бұйрықты алған соң, арада көп уақыт өткен, жеміске салынған тыйым ұмытылған соң орын алған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бір хадисінде мына үш нәрсеге қалам жазылмайды: ұмыту, қателік және зорлықпен істелген істелінген. Яғни адам ұмытып кетіп, қандай да бір қатеге қадам басса, оның сөгеттігі жоқ. Ендеше адам атаны күнә жасады деп жазғыру дұрыс емес. Һәм пайғамбарлар Хақ Тағаланың рақымшылдығының көрсеткіші. Олар адамдарға қиыншылық тудыру үшін емес, екі дүние бақытына бастау мақсатымен жіберіледі. Сол себепті олардың ижтихат қателіктерінің өзі түбінде үмбетіне қайырлы. Ендеше адам пайғамбардың қателігінде де осындай қайыр бар. Ең алдымен ол адамзаттың түп атасы, ал адам баласы жаңылмай тұрмайды. Хақ Тағала адам бойына ұмыту мен қателесу қасиеттерін де белгілі бір мақсатпен берген. Ол осы екі қасиет арқылы өзінің пенде екендігін еске түсіреді. Бұған қоса, қателік жасаған соң Хазірет Адам атаның дереу тәубе еткенін де ескеру керек. Осылайша, ол ұрпағына ең басты қажетті нәрсені үйретеді. Өйткені адам баласы осынау өмірде сан жығылып, талай опық жеп қателіктерінен сабақ алады. Қайта тұрудың, қалай шығудың жолын іздейді. Міне осылардың барлығына төтеп берудің жолын бабасы адам көрсетеді. Яғни, ей ұрпағым, өмірдің қалтарыс бұлтарыстарында қилы-қилы кезеңдерге тап келуің мүмкін. Шайтанның адасуымен, кейде тіпті өмірден адасып кетуің де ықтимал. Міне сондай кезеңде өздеріңді құрдымға итермелемей тәубе етіңдер дегені. Тәубе, адамның қатесін түсініп, енді қателеспеуге іштей бекінуі. Қанша күнәға батса да, Хақ Тағаланың рахымынан үміт үзбей,
өзіне жәрдемдесуін тілеуі. Тәубе. Қараңғылықта адасқан жанның ұзақтан жылтырап өзіне шақырған үміт оты. Бағыт бағдарын көрсеткен көктегі құш жолы мен темір қазығы, жарқын болашаққа қарай қанатын талдырмай самғатушысы. Тәубенің қаншалықты үлкен нығмет екендігі мына хадисте баяндалған. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір күні мұсылмандардан күнәсі бола тұра жәннатқа кіретіндер болады дейді. Сонда сахабалар қалайша Алла Расул деп сұрағанда, ол мұсылман жасаған өз күнәсін ұмытпай үрейленіп жүреді. Раббысына шынайы түрде жалбарынады. Осы арқылы ол Алла тағаланың кешіріміне ие болады. Хазірет адамның осы қателігі арқылы адам баласы жер бетінде өмір сүруге мүмкіндік алды. Егер ол мүлт кетпегенде, адамзат қазірде жаннатта болар еді. Ал жаннат сынақ мекен емес. Сынақ мекені болмағандықтан, адам баласы толық адам шыңына жетіп, жаратушысын танып біле алмайды. Яғни, адам атаның жаңсақтығы 100 мыңдаған пайғамбарлардың пайғамбарлық шыңдарға, миллиардтаған адамдардың толық адам шыңына жетуіне арқау болды. Ендеше ол қателеспегенде адамдардың бәрінің де мәртебесі бірдей болып қалар еді. Онда Әбу Жахіл мен Әбу Бәкірдің бір-бірінен ешқандай айырмашылығы болмас еді. Алла тағала адамзатты жер бетіне халифа етіп жаратуында белгілі бір мақсат бар. Міне, адам ата осыған себепкер болды. Алла тағала Хазірет Адам мен Хауананы жаннаттан қуған жоқ. Олардың мекені жер беті болатын. Хақ тағала оларды жаннатқа кіргізіп, содан кейін шайтан арқылы жер бетіне түсіруінде де сырлы хикметтер бар. Яғни, ей адам баласы, шайтан сендердің ата-аналарыңның жаннаттан шығарылуына себепкер болды. Ендеше шайтанның азғыруынан сақтаныңдар. Ол ата-аналарыңды жаннаттан шығарғаны тәрізді, сендерді де сол жаннатқа кіргізбеуге бар күшін салады. Айтқандай-ақ, Ағраф сүресінде, ей адам баласы, шайтан ата-аналарың Адам мен Хауаны алдап, жаннаттан шығарғаны тәрізді сендерді де бүлікке итермелеп бір пәлеге қалдырмасын. Өйткені сендер оны, тайпасын көре алмайсыңдар да, олар сендерді көреді. Біз шайтандарды иман келтірмеушілердің досы қылдық дейді. Сөз ақыры. Хақ тағаланың оларды жаннаттан шығаруы кездейсоқ емес. Бұның бәрі алдын ала жазылған тағдыр арқылы болып отыр. Мына хадисте де тағдырға қатысты мәселе айтылады. Адам мен Мұса рухтар әлемінде кездесіп сөйлеседі. Мұса: ей адам, сен бабамызсың, бізді жаннаттан шығарып махрұм қылдың дейді. Адам оған: ал сен Мұсасың, Алла сенмен тілдесіп абыройыңды асқақтатты, саған арнайы кітап жазып түсірді. Алла тағала мені жаратудан 40 жыл бұрын тағдырма жазған осы мәселе үшін мені неге кінәлайсың деп Мұсаны уәжге жығады. Осы хадиске назар салсақ, аталмыш уақиға әуел бастан тағдырда жазылып қойған. Алла тағаланың адамзатты жаратудағы мақсаты Хазірет Адамның жаннаттан жер бетіне түсу арқылы ғана іске асатын еді. Ешқандай себепсіз ол екеуін жаннаттан шығармақ емес. Осы оқиғалар арқылы иләһи тағдыр іске асқан. Адам ата мен Хауананың жер бетіне түсуі. Адам ата мен Хауана жер бетінде ұзақ уақыт бойы бір-бірін көрмей жеке дара ғұмыр кешеді. Адам ата өзінің жасаған қателігіне өкініп қатты қайғырады. Хақ тағалаға ұзақ жалбарынып көз жасын төгеді. Арада бір талай уақыт өткен соң, Алла тағала оларды бір-бірімен Меккеге жақын Арапат тауының етегінде жолықтырды. Олар қайта қосылған соң, жер бетінде ең алғашқы отбасылық өмірді бастайды. Хақ тағала адамға егін шаруашылығы және осыған ұқсас басқа да көптеген ризық табу жолдарын үйретеді. Осылайша Хақ тағаланың: байқаңдар, Ібліс екеуіңді алдап жаннаттан шығарып жүрмесін, ей адам, онда өмірдің тауқыметін тартасың деген сөзі айдан анық айтылған. Адам ата мен Хауана қайта қауышқан соң, жер бетінде ұрпақ өрбіп, адамдар бірте-бірте көбейе бастады. Хауана ұдайы бірі қыз, бірі ұлдан егіз туатын еді.
Бірақ ол кезде адамдардың көбеюіне байланысты егіздер өз жұптарымен емес, өзінен кіші немесе өзінен үлкен егіздермен үйленетін. Бұл зәруліктен туған, сол заманда ғана рұқсат етілген үрдіс еді. Кейін осы зәрулік тоқтатылды. Алғаш рет Хазірет Нұхтың шариғатымен бауырлас қыз бен ұлдың бір-бірімен үйленуіне тыйым салынды. Деректерде Хазірет адам қайтыс болған кезде жер бетіндегі адамдардың саны 40 мыңға жеткендігі айтылады. Хазірет адам жер бетіндегі адамдардың әкесі ретінде алғаш рет жіберілген пайғамбар болды. Ол өмір бақи осы міндетін адал атқарып, Алланың әмірін қалтқысыз орындады. Ұлы жаратушы оған 10 парақтан құралған әмір мен тыйымдар жазылған үкімдер түсірді. Осылайша адам пайғамбар осы үкімдерді ұрпағына шашауын шығармай толық жеткізді. Адам пайғамбар ұрпағына шайтаннан қалай сақтану жолдарын және өзінің бір рет оған алданып қалғандығын, жәннаттан қуылғандығын ұрпағының санасына әрдайым сіңіріп отырды. Ол ұрпағына нағыз өмір ақиретте екендігін, бұл өмірдің фәнилігін айтып, Хақ тағаланың ақиқат жолына шақырды. Ақтық сәтіне дейін ұрпағына осыны ескертумен өтті. Ақыр соңында 1000 жылға жуық ғұмыр кешкен ол өзіне тиісті уәзипасын адай етіп барып, өмірден озады. Абыл мен Қабыл. Хауананың Абыл мен Қабыл деген ұлдары өз жұптарымен егіз дүниеге келді. Адам әкелері оларға өз сыңарына емес, өзге егіздердің сыңарларына үйленуге тиіс екендігін айтқан еді. Сондықтан да Абыл Қабылдың, ал Қабыл Абылдың сыңарына үйленуге тиісті болды. Бірақ Қабылдың сыңары Абылдың сыңарынан сұлу болатын. Қабыл бұл үкімге разы болмай, өз егізімен үйленуді қалайды. Адам әкесі оған қанша түсіндіргенмен ол алған бетінен қайтпай бір беткейлік танытты. Сонда адам ата екеуіне Алла үшін құрбан шалуын талап етеді. Хақ тағала кімнің құрбанын Қабыл алса, Қабылдың сыңарын сол алатындығын айтады. Абыл шопан болатын. Ол бір қойын шалып, Хақ тағала үшін құрбан етті. Қабыл егінші еді. Ол да Хақ тағала жолында бір десте бидайды құрбан етті. Хақ тағала Абылдың ғана құрбанын қабыл етеді. Сонда Қабылдың қызғанышы мен өшпенділігі қозып, өзін қоярға жер таппай қатты долданады. Ақыры ол бұл қорлыққа шыдай алмай, Абылды өлтіруге ниеттенеді. Абыл оның бұл пиғылын сезген кезде, сен мені өлтіруге қол созсаң да, мен сені өлтіру үшін қол созбайым. Күдіксіз, мен әлемдердің Раббысы Алладан қорқам. Мен сенің күнәңмен қоса өзімнің күнәмді арқалап күнәһар болғым келмейді. Сондықтан да абай бол. Бүкіл күнәні сен арқалайсың. Оның соңы да тозақ. Өйткені залымдар осылай жазаланады дейді. Алайда Қабылда оның насихатын тыңдайтындай күй жоқ еді. Тұла бойын өшпенділіктің оты өртеп, жазықсыз Абылды өз қолымен өлтіреді. Осылайша жер бетінде алғаш рет қан төгіледі. Періштелердің адам баласын қан төгуші дегені расқа айналып, адам деген абыройлы атқа дақ түседі. Қабыл жер бетіндегі ең алғашқы кісі өлтіруші, ал Абыл жер бетінің алғашқы нақақ шейіт ретінде тарихта қалады. Бір хадисте жер бетінде кім-кім жақсылыққа бір жол ашса, сол жол жабылғанға дейінгі сауаптар әлгі адамның амал дәптеріне, ал кім-кім жамандыққа бір жол ашса, сол жол аяқталғанға дейін күнәлар сол адамның амал дәптеріне жазылатындығы айтылады. Ендеше Қабыл жер бетіндегі қан төгу секілді күнәға ең алғашқы болып жол ашқандықтан, қияметке дейінгі төгілген қандардың обалы Қабылдың амал дәптеріне жазылады. Айтқандай-ақ, Алла елшісі бір хадисте зұлымдықпен өлтірілген адам баласының қанынан адам атаның бірінші ұлы Қабылдың есебіне бір үлес бөлінеді. Өйткені ол қылмыскерлердің көсемі болды дейді. Қабыл алғашқы қан төккен адам болғандықтан бір адамды ғана өлтіріп қойған жоқ. Ол қияметке дейінгі жазықсыз өлген кісілерді де бірге өлтірген болып, күнәләрін арқалады. Негізінен де одан кейінгі замандарда кісі өлтірген адамның күнәсі Қабылдың күнәсінен онша қашық емес.
Өйткені Құранда: «Сондықтан Исраил ұрпақтарына, кім кісі өлтірмеген, немесе жер бетінде содырлық жасамаған біреуді өлтірсе, ол барлық адамды өлтіргенмен, және кімде-кім бір адамның өмірін құтқарса, барлық адамзаттың өмірін құтқарғанмен бірдей деп жаздық» дейді. Осыдан кейін Қабыл өлген бауырының қасында тұрғанда ғана өзінің қандай қылмысқа барғанын аңғарып қатты састы. Өлген денені не істерін білмеді. Өйткені Абылға дейін жер бетінде кісі өлімі орын алмаған болатын. Ол дағдарып тұрған кезде жақын жерге екі қарға келіп қонады да, бірі-бірімен шекісіп қалады. Сәлден соң қарғаның бірі екіншісін өлтіреді. Ол дереу жерді тұмсығымен қазып, өлген қарғаны сол шұңқырға көмеді. Бұл уақытта Хазірет Адам өзінің әулетіне Қабылды басшы етіп сайлап, өзі маңызды бір шаруамен сапарлап кеткенді. Келген бойда болған жайды естіп, қатты қайғырып, Қабылға қарғыс айтады. Қарабет болған Қабыл сыңарын алып басқа жаққа қоныс аударады. Кейбір деректерде Йемен жаққа қарай кеткендігі айтылады. Осылайша Абылдың өлімімен аяқталған бұл оқиға шайтанның жер бетіндегі қол жеткізген ең алғашқы табысы болды. Қағбаның салынуы. Қағба сөздікте жоғары төртбұрыш деген мағына береді. Терминде Хазірет Ибрахим пайғамбар мен баласы екеуі салғандығы айқын дәлелдермен беріліп, Меккеде орналасқан зиярат етілетін қасиетті ғимарат. Ислами деректерде Қағба сол заманға дейін 11 рет құлап, 11 рет тұрғызылған. Кейбір деректерде жер бетінде Қағбаның қабырғасын періштелер қалаған деп айтылады. Негізінде бұл күнде біздің көріп жүрген Меккедегі Қағба оның дәл өзі емес. Ол Қағбаның белгісі ретінде тұрғызылған қабырғалары ғана. Ал Қағбаның өзі тылсым сырға толы алып құрылыс. Оның іргетасы жерде болғанымен, ұшар басы 7 қабат көктің арғы жағындағы ұлы арыштың астында. Сол жерде де Бәйтул Мағмұр деген Қағба тәрізді үй бар. Бәйтул Мағмұрды күніне 70 000 періште тауап етеді. Бірақ сол періштелердің қияметке дейін қайта келіп тауап етулеріне кезек тимейді. Хазірет Адам жер бетіне түскен соң періштелердің көмегімен Қағбаны қайта тұрғызған. Нұх пайғамбардың заманындағы топан суға дейін Қағбаны Адам атаның балалары жөндеуден өткізіп, күтіп ұстаған. Жер бетін топан су қаптаған кезде Қағба құлап, орны білінбей кеткен. Кейіннен бірнеше ғасырлар өткен соң, Хазірет Ибрахим пайғамбарға Хақ Тағала уахи арқылы Қағбаның орнын айтып берген соң, баласы екеуі қайта салған. Қағба жер бетіндегі ең алғашқы құлшылық орны. Бұл хақында Құранда, негізінен адам баласы үшін құлшылық мақсатында Меккеде алғаш құрылған үй Қағба бүкіл әлемге мүбәрәк және тура жол деп айтылады. Қағбаның Хазірет Адам заманында салынуы жер бетіне әуел бастан-ақ мәдениет пен өркениеттің етек жайғанына куәлік етеді. Сондықтан адам баласы жер бетіне түскен кезден бастап-ақ өркениет дами бастаған. Адам әрқашанда адам. Кешегі мен бүгінгі адам баласының ой санасында ешбір айырмашылық жоқ. Яғни жаратылысы бір. Сөйтсе де мына заманның өркениетін ол кездің өркениетімен салыстыра алмайсың. Айырмашылығы сол, алғашқысы себілген тұқым болса, ақырғысы содан көктеп шыққан алып ағаш, яки соның жемісі. Адам атаның көз жұмуы. Алғашқы адам, һәм пайғамбар, адам ата дерек көздерінде шамамен 1000 жылдан ұзақ өмір сүрген айтылады. Демек, бұрынғы адамдар бізден әлде қайда ұзақ өмір сүрген. Оған қоса олар бізден ұзын болған деседі. Бухаридағы бір хадисте Хазірет Адамның бойының 60 құлаш екендігі және кейін бірте-бірте аласарып шөккен айтылады. Мысалы, 60 құлаш шамамен сол кездегі адам бойының 30 метрдей болғанын білдіреді. Ал бүгінгі таңда табылып отырған бұдан 2 миллион жыл бұрын өмір сүрген адамның қаңқасы бізден осыншалық ұзын емес. Алайда бұл жерде ислам ғұламаларының көзқарасына тоқтала кетсек, олардың 60 құлаш деген пікірінің жаны бар. Хадиске көз салсақ, адамның алғаш жаратылып, жәннатқа кірген кезі 60 құлаш екендігі және адамдардың да жәннатқа кірерде бойларының
60 құлаш болып кіретіндігі айтылған. Ендеше, жәннат пен жердің өзіне тән заңдылығы бар. Яғни адам атаның бойы жәннатта 60 құлаш болған, ал жер бетіне түскенде кәдімгі орта бойлы адамға айналған. Бір ақиқаты, сол кездің адамдары бізден әлдеқайда еңселі болған. Өйткені хадистің толық нұсқасында адамдар уақыт озған сайын аласарып барады дейді. Демек, Хазірет адамның жер бетіндегі тұрқы жәннаттағыдай болмаса да, қазіргі адамдардың бойынан әлдеқайда сұңғақ болғандығы айқын. Бұдан шығатын қорытынды, қазіргі қысқа бойлы мұсылмандар да Хақ Тағаланың рахмымен жәннатқа 60 құлаш болып кіреді. Адам баласы жер бетіне бейбітшілік орнату үшін келген. Негізі, адам жаратылысының да мақсаты осы. Бұны адам атаның алғаш жаратылған кездегі сөзінен байқауға болады. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай дейді. Алла Тағала адамды өз келбетінде және бойын 60 құлаш етіп жаратқан кезде, барып, ана жердегі періштелерге сәлем бер. Олардың да саған қалай сәлем беретіндіктеріне көңіл қойып тыңда. Өйткені сол сәлем сенің және ұрпағыңның сәлемі болады дейді. Сонда адам оларға жақындап, «Әссәләму алейкум» деп сәлем береді. Періштелер, «Әссәләму алейкум ва рахматуллах» деп жауап береді. Олар «Ва рахматуллах» дұғасын қосып айтады. Міне, Хазірет адамның алғашқы айтқан сөзі осы болатын. Ол әу бастан бейбітшілікті жақтағаны тәрізді, ұрпағына да 1000 жыл бойы қашанда тура жолда жүріп, бейбіт өмір сүріңдер жалықпады. Ол өзі бұрын жәннатта өмір сүрсе, жер бетінде де өзінің сол жәннатқа лайық екендігін 1001 машақатпен дәлелдеді. Ол пайғамбар ретінде де ұрпағына дінді толықтай жеткізіп, оларға жер бетінде қалай өмір сүру керектігін үйретті. Ол пайғамбарлықтан бұрында, кейін де пайғамбарлық атқа кір келтірмей ғұмыр кешті. Сол себепті ол Хақ Тағаланың Сафиуллах деген марапатына ие болды. Құрандағы Алла Тағала адамды, Нұхты, Ибрахим отбасын және Имран отбасын таңдап, мерейін үстем етті дейтін Әли Имран сүресінің аяты да осының бірден бір дәлелі. Ол сондай-ақ шапағат хақындағы хадисте де адамзаттың әкесі деп аталып үлкен баға берілген. Һәм халифалық тұрғысынан да халифатуллах деп білінеді. Ол сол халифалық міндетін атқарып, ең алғаш рет Хақ Тағаланы жер бетіне паш етті. Осы тұрғыдан алғанда, оның мерейі үстемеді. Жаратылған кезде күнәдан қалай пәк жаратылса, бұл ғұмырдан көшіп бақилық боларды да, күнәсіз күйінде көз жұмды. Өлер алдында ол Хақ Тағалаға жалбарынып өзінің көз жұматындығын, ал іблістің қияметке дейін өмір сүріп, бұның артынан мазақтап күлетіндігін айтты. Сонда Алла Тағала оған уахи арқылы, сен қайтадан жәннатқа кіресің. Ол болса қияметке дейін жер бетіне қанша адам келіп кетсе, сонша өлімнің дәмін татып азап тартады деп жауап беріп, адам атаны жұбатады. Кейбір деректерде ол қайтыс болғанда, балалары денесін Қағбаға жақын Әбу Қубайс деген төбенің басына жерлеген айтылады. Осылайша, топырақтан жаратылған денесі топыраққа қайтадан кіреді. Оның асыл жары, Хауа ана да, көп ұзамай қайтыс болғаны кейбір деректерде айтылады. Хақ Тағала ардақты пайғамбар мен оның асыл жарына мәңгілік разы болып, рахым нұрын төксін.